Құрметті халайық, Қырғызстан абыр-сабыр болып жатыр. Себебі Қырғызстанда ОДКБ-ның үлкен жиыны өтті. Себебі Путиннің өзі Бішкекке барды және 2026 жылы ОДКБ-ға Ресей басшылық етеді. Яғни, осы кезге дейін Иманғали Тасмағамбетов ОДКБ-ның хатшылығын 3 жылға жуық атқарды. Енді Иманғали Тасмағамбетов те орнынан кететін кезі келді. Бұл басшылықтан кететін кезі келді. Және бұл өкілеттікті енді қырғыз ағайындарымыз атқаратын болады. Яғни ОДКБ-ның хатшылығын. Путин бұл жиынға ерте келіп алды. Осылайша Қырғызстанда не болып жатыр, қандай өзгерістер болып жатыр, орыс тілінің мәселесі қандай, сонымен қатар екі елдің арасындағы байланысты мұқият зерттеген сияқты. Өйткені Путин ерте келіп алды. Сонымен қатар Путиннің айтуына қарағанда енді қырғыздардың миллиондаған мигранттары бар ғой, еңбек мигранттары Ресейде жұмыс жасап жатқан. Соларға белгілі бір жеңілдіктердің жасалатынын, Қырғызстанмен арадағы байланысты одан әрі жаңғыртатынын ашық түрде мәлімдеді. Ал Садыр Жапаров та қол қусырып қарап қалған жоқ. Путинді өте үлкен құрмет қошеметпен қарсы алды, сән салтанатты аямады. Үлкен жаңағы бұл жиын үлкен мағынаға ие болғаннан кейін, және Путиннің де осы орталық Азиядағы мемлекеттердің дербестігі, олардың жаңағы әлем елдерімен байланыс орнатуға деген ұмтылысы қатты алаңдатты. Өйткені Кремльдің осы кезге дейін орталық Азия елдеріне жасап отырған саясатын оларды өздеріңіз жақсы білесіздер. Алайда енді Трамптың өзі, Американың өзі орталық Азия елдеріне, мына Қазақстан, Қырғызстан сияқты мемлекеттерге, Өзбекстан сияқты мемлекеттерге қатты назар аударып, байланысты күшейтіп жатыр. Сонымен қатар Қытай қаншама инвестиция құйып жатыр Қазақстанға, Өзбекстанға, Қырғызстанға. Және бұл екі елден басқа Жапония, орталық Азия елдерімен байланысы өте жылдамдап бара жатыр Жапонияның да. Көріп жүрген шығарсыздар, ынтымақтастық жоғарылап бара жатыр. Бұның барлығы Кремльді алаңдатып отыр. Яғни уысынан шығарып алмау, ықпал етуін одан әрі күшейту Путиннің осы кезге дейін жасап келген саясатының жемісін өздері де көргісі келеді. Ал орталық Азия елдері білесіздер, пайда қайда, қандай ел тиімді, мысалы Түркия бағытында, Европа бағытында, Америка бағытында, тіпті мұхит асып Американың өзімен байланысын күшейтіп жатыр. Сондықтан Кремль Ресей Украина соғысына қарамастан орталық Азия елдерімен байланысын күшейтуге тырысып жатыр, қолдан келгенше. Яғни қырғыз мигранттарына, миллиондаған қырғыз мигранттар бар ғой, еңбек мигранттары, оларға белгілі бір жағдайлар жасалады, яғни көмектер жасалады деді. ОДКБ-ның өкілдері енді Армения мәселесіне шынайы көзқараспен қарай бастаған сияқты. Себебі Армения мына Қырғызстанда өткен жиынға да келмеді. Армения айтқан болатын, ОДКБ-дағы өкілеттігімізді тоқтатамыз, ешқандай жарнаны төлемейміз деп Арменияның бұл ұйымнан шығып кеткен білесіздер. Бірақ ОДКБ-ның өкілдері осы кезге дейін неше түрлі мәлімдемелер жасап келді. Біз Арменияға әрқашан есігімізді ашып қойдық. Армения қашан келем десе де оларды осы мәселені талқылап, қайтадан қатарымызға қосылады деген үлкен үмітпен қараған болатын. Бірақ біз көріп отырмыз, қаншама жиын болды, бірақ оларға Армения келмеді. Яғни ол өзінің сөзінде тұрып, бұл ұйымнан шығып кетті. Енді Армения Еуроодаққа қарай жақындап жатыр. Ал осы Қырғызстандағы ОДКБ-ның жиынында 16 құжатқа қол қойылды және келісімдер жасалды. Қалай дегенмен де Қазақстан да осы ОДКБ-ның бір мүшесі. Сондықтан ОДКБ-ның алдындағы белгілі бір міндеттемелерін орындауы керек.